Әкесін. Кімнің әкесі? Қыздың әкесін. Қыздың, водитель қыздың. Иә. Не болды соны айтып бере аласыз ба? Анау пассажир ұрған ғой іштен, ұрып талдырған. Міне сол қазір көргенде ұрып талдырып атқан, талдырған кезде бір пассажир келіп итерген, уже бітті. Анау естен танып қалған, қашан кете берген ғой, өз бетімен. Қызыңыз қашаннан бері істейді водитель болып? 10 жылдан асып кетті ғой. 10 жылдан асып кетті. Троллейбус айдаған, одан автобус айдаған. Троллейбус, автобус. Аты кім оның? Ермек. Шөгебаева Ермек. Ермек. Балалары бар ма, семьясы бар ма? Бар, 2 баласы бар. Мать-одиночка. Мать-одиночка. Енді қайда, өзі қазір? Больницада жатыр. Больницада? Не болып қалған? Ұрып тастаған ғой. Пассажир ұрып тастаған. Қандай травма алған? Білмеймін, больницаға кіргізбейді. Мен мына жерден қазір келіп тұрмын өзім. Ештеңе білмеймін. Камераны көрдім әйтеуір. Точно ұрғанын бәрін көрдім. Атыңыз кім аға? Ренжімесеңіздер, кішкене былай қарай тұрыңыздаршы. Сол бәрін түсініп, кішкене былай қарай тұрыңыздаршы. Алматыда Алтын Орданың маңайынан 4 адамды автобус қағып кетті. Жерге жабыстырып езіп, сүйреп кеткен. Видеосы жаңа желіде жүр. Бүгін жаңа ғана мен жұмыстан шығып қарап қалсам жаңалықтар. Өмір жаңа жылдың алдында біздің қазақтар бірдеңе дайындап отырады бар ғой. Бізде қазақтар мәдениет түсіп бара жатыр. Мәдениет деген сенің көрікті сөйлеуің ғана емес, сенің жүріс-тұрысың, даладағы жүріс-тұрысың. Молаға қарай ана адам өлетін бала молаға қарай жүгіреді дейді ғой. Пешеходтар вообще сендерде мәдениет жоқ. Пассажирлер, водительді отвлекать етуге болмайды. Аға ананы айтып жүрсің, мына жерін түсіп жүр, мына жерде есікті ашып жүресің бе? Водитель отвлекать етуге болмайды. Сен қай жерден шығасың, сол жерден ол тоқтайды. Өзі тоқтайды. Водительді ұрған пассажир. Водитель әйел кісі және. Ол әйел кісі есінен танып қалған, газды басқанда пытыр-пытыр еткізіп бәрін қағып шыққан. Ұрған адамға пожизненно беру керек. Жалпы әйелді ұратын ер кісілер сендердің барлығыңды обезьянникке тығып тастау керек. Мен соны сұраймын үкіметтен. Заңды күшейту керек. Болмайды олай. Наразысың ба әйелге жынын келіп тұрма, шығып кет үйден. Олай ұрып, ана зачем водительді ұрасың? Сенің кесірінен 4 адам көз жұмды. Ажал құсты. Және пешеходтар, сендер қойша неге шығып аласыңдар ортаға қарай? Ана видеода түсқызып, пешеходтардың өздерінен де кінә бар. Талғарға, Алтын Орда, Қаскелеңге бір жаққа бара жатсаң, өмір пешеходтар ортаға дейін шығып аласыңдар. Сені алам деген таксист болсын, водитель болсын, сен көріп тұрмыз біз, лобовой үлкен бізде. Бордюрдің ар жағына қарай шығып тұр. Саған үкімет сол жерге қойды ғой, пешеход, остановканы жасап берді ғой. Линия бар каждыйның машинаның өзінің. Ұрып келе жатады, сен жасыл жанса да қарауың керексің жан жағына, пешеход. Машина деген ол темір, техника. Ол жерде наркоман отыруы мүмкін. Алқаш отырып қалуы мүмкін, көзін ұйықтап кетуі мүмкін. Немесе нервтен басы жаңағыда инсульт алып, любой нәрсе болады жолда деген. Нет, ана ауылда қырсық қойлар болады ғой, трассаның шетінен шөп жейтін. Тура солар қойша шығып аласыңдар. Тұрыңдар ана жақта, сендердің орындарың сол жер бордюрдан ары қарай тұрыңдар. Қолдарыңды көтеріңдер, болды, қысқана ғана қағып кетеді сендерді. Не енді мұны? Мәдениет бол керек, мәдениет. Абайлаңыздар. Жолда тұрған кезде бәрі жан жағыңа қарап жүріңіздер.